ва кафар, кім бірақтан бет бұрып кері кететін болса, қарсылық көрсететін болса, күфірлік жасайтын болса, фаюаддибухуллаху аль-азабал акбар, Аллах оны сөзсіз азаптайды. Қандай азаппен? Өте үлкен азаппен. Тәпсір ғалымдар айтады, азабал акбар, аль-азабал акбар, үлкен азаппен деп айтты дейді. Өйткені оның алдында кіші азаптарында болатындығына дәлел дейді. Күфірлік үшін мына дүниенің өзінде Аллах оны бақытсыз етеді. Мына дүниенің өзінде намаз оқымаған үшін, мына дүниеде Құдайға қарсы сөз сөйлеген үшін, пайғамбарға тіл тигізген үшін, мұсылмандарға зәбірлік көрсеткен үшін, мына дүниенің өзінде оған Аллах тағала жазасын беріп қояды. Біреудің орамалын тілдеген үшін, біреудің сақалын тілдеген үшін, біреудің намазын жаңағы сөз қылған үшін Аллах бұл дүниенің өзінде оған жазасын беріп қояды. Ал ақыретте одан үлкен жазалар күтіп тұрады. Сол үшін Аллах Құранда бұл осыған ұқсас аяттар жиі келеді. Уакадаликал азаб дейді. Міне осылайша болады дейді азап, дүниедегі азапты айтады да. Уала азабул ахирати акбар, ақыреттің азабы одан да қатты болады дейді. Ақыреттің азабы одан да қатты болады деген дейді. Кейін Аллах Тағала соңғы екі аятында айтып отыр: инна илайна иябахум. Түсінгендер үшін соңғы екі аят кәдімгі бұл айтылған сүреге нүкте сияқты ойландыратын нәрсе. Расында сендердің қайтатын жақтары маған қарай дейді Құдай Тағала айтады. Жас болайық, кәрі болайық, бай болайық, кедей болайық, кім болсақ, о болайық, қара болайық, басшы болайық, қосшы болайық, қайтатын жеріміз Құдайдың қасына. Құдайдың алдына барған кезде есеп бергенде не күтіп тұр бізді? Бәрін нәрсені алдап кетуге болады, бірақ Құдайды алдап кете алмаймыз. Бүгін нәрсе күшіміз жеткенше, бірақ Құдайға күшіміз жетпейді. Бізді көрмей қалатындар бар шығар, бірақ Құдай көрмей қалады деген әңгіме жоқ. Сол Аллахтың алдына барамыз. Сол күні есеп береміз. Сол күнде естен шаруа болмайды екен. Сумма инна алейна хисабам. Құр Аллахтың алдына келіп қоямыз ба? Жоқ дейді. Аллах айтады. Одан кейін есептеріңді алу мен дейді, менің шаруам дейді. Есептеріңді алам дейді. Аллах Тағала сол қияметтің күнінде есебімізді жеңілдетсін. Аллах осы Құран аятында айтқан нәрселерімізде кеткен қателіктер болып қалатын болса, кешірім өтсін. Не нәрсенің қателессек, ол шайтан, не нәрсені дұрыс айтсақ, ол Аллахтан. Аллах Тағала біздің иманымызды осы Құранмен күшейтіп, бізге салихалы амалдарды көптеп орындап, ертең шынымен де о дүниеде жүзіміз жарқын, нығметке бөленген, нұрланған, Құдайдың ризалығына бөленген, Құдай одан риза болған құлдардың қатарына қосылуды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Барша мұсылман қауымына Аллах Тағала жәрдем етсін. Қиналғандарына Аллах Тағала қиындықтан құтқарсын. Қарызға батқандарын Аллах Тағала қарыздан құтқарсын. Ілім іздеп жүрген бауырларымызды Аллах Тағала сондай бір пайдалы ілімдер нәсіп етіп, сол ілімге амал жасап, ықыласпен амал жасап, өзіне де, өзгелерге де пайда келтіретін құлдардың қатарына қоссын. Әрбір мұсылман семьясына Аллах Тағала тыныштық берсін. Мұсылман Аллах Тағала семьяларын сақтасын. Мұсылмандардың малдарын сақтасын. Мұсылмандардың ар намысын Аллах Тағала сақтасын. Аллах Тағаладан сол сақтауын сұраймыз. Және әрбір мұсылман семьясына Аллах Тағала адалдық берсін. Осы заманда, қиын заманда дінді ұстап жүрген әрбір мұсылман бауырларымызға Аллах Тағала жәрдем етсін. Мұсылман қарындастарымызға Аллах Тағала жәрдем етсін. Олардың сөзінің фитнасынан, істің фитнасынан, күнәнің фитнасынан құтқарсын деп Аллахтан сұраймыз. Аллах Тағала әрбір исламға жәрдем етем деген адамдарға Аллах жәрдем етсін. Әрбір исламға кесірін тигізем дегенде Аллах Тағала өзіне кесіріне ұшыратып қойсын өздеріне. Аллах Тағаладан әрқашанда сол біз дұрыс нәрсе беріп, осы күмәндарға қарсы ілім берсін біздерге, күнәмен күресетіндей бізге қатты иман берсін. Аллах Тағала кемшіліктер болса кешірім етсін. Субханакалла бихамдика, ашхаду алла илаха илля ант, астағфиру ва атубу илайх. Ол дүниеде Аллахтың ризалығын табайын деп істеген амалдарына риза екен да, жәннатқа намазсыз кіру қиын екен. Амал керек. Олар айтып атқан жоқ Аллах Тағала. Олар лиқаулихим радия, сөйлеген сөздерін риза деп атқан жоқ. Бізде мұсылманбыз ғой, Құдайдың бар, рас, жүрек иман жүректе болса бопты деген сөзіне риза демейді. Лисаиха, асқан, ұмтылған амалдарына риза болады да. Ай, қандай жақсы болды, намаз оққаным. Оразам қандай жақсы болды. Мешітке барған қадамдарым қандай жақсы болды. Әрбір мешітке барған қадам біз байқамаймыз ғой. Аллах сондай кең, мейірімі сондай жоғары. Сен мешітке барам деп үйден дәрет алатын болсаң, әрбір басқан қадам үшін күнәңді төге береді. Дәрежеңді өсіре береді. Субханалла. Намазды оқисың. Намазын оққан кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Хадисінде айтқан сияқты,
намаздың басталуынан бастап біткенше толған нығметті, адамдар ондай нығметке неге ұмтылмайтыны? Надандық, болмаса өз-өзіне жан ашымағандық, болмаса мына арзан дүниені ақыреттен артық қойғандығы ғана. Болмаса ақылы дұрыс адам намаздан қашпайды. Ақылы дұрыс адам Құдайдан қашпайды. Намаздың басталуының өзі азандармен басталады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Пайғамбар хадисінде айтты, кімде-кім азаншымен бірге қосылып айтса, айтқан сөздерін Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтқан болса, азанның соңында Аллахума рабба хадихи даъвати тамма деп түсінетін дұғаны, ей Раббым, осы дұғаны біткен дұғаның иесі Раббым Аллах тағала деген осы түсінетін дұғаны айтса дейді, ол адамның күнәсі теңіздің көбігіндей болса да Аллах кешіріп жіберем дейді. Және оған қияметтің күні пайғамбардың шапағаты халал болады, рұқсат болады дейді. Азан тыңдағаннан бастап намаз оқыған адамның күнәсі төгіліп жатыр да, субханалла. Әлі намаз басталған жоқ. Бірақта азанның дауысын естисің де, сахих хадисте Муслимде жеткен сияқты, дәрет аласың, дәрет алса, толық қылып алса дейді, дәрет алып болғаннан кейін дәреттің соңында Аллах еске алып, ашхаду алла илаха иллаллах, куәлік беремін, Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ, вахдаху ла шарика лаху, ол жалғыз серік жоқ, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулу, куәлік беремін, Мұхаммед Аллахтың құлы және елшісі. Аллахума джални минат тауабин, Алла тәубе қылған құлдардың қатарына қос, ва джални минал мутаттахирин, таза қылған құлдардың қатарына қос дегенде, футихат лаху абуабил джаннати самания, 8 жанаттың есігі ашық тұр дейді. Субханалла. Әлі намаз басталған жоқ. Неге? Намазды ниет қылғаның үшін. Ал енді намаз басталмай, күнәң теңіздің көбінде күнәңді кешіріп атқан болатын болса, дәрет алған кез 8 жанаттың есігі ашылып тұрған болатын болса, жәннатта намаздан кейін не болады? Субханалла. Бұл Аллахтың бізге берген үлкен нығметі, сол үшін ертең бір жүздер жайдарлы болады. Нығметке бөленеді лисаиха радия. Әлхамдулилла, намаз оққаным қандай жақсы болды. Әй, бір жетімді тойдырғаным қандай жақсы болды. Әй, бір қарызға батырған мұсылманды бір құтқарып жібергенім қандай жақсы болды. Мешіт соға сағаным қандай жақсы болды. Адал тамақ ішкенім қандай жақсы болды деп, ол өзінің істеріне қатты қуана бастайды. Сол үшін жәннатқа құр арманмен кіре алмайды екенбіз. Жәннатқа амал да керек. Кімде-кім Али разиаллаху айтады, амалсыз жәннатты аңсаса дейді, жындылардың қатарына қоссаңдар болады дейді. Жәннатқа кірген адамдардың өздеріне Аллах айтады, кулу вашрабу, жеңдер, ішіңдер, бима кунтум таъмалун, істеген амалдарыңа қарай дейді. Сөздеріңе қарай емес, жүрегің таза дегенге қарай емес. Келесі аятын айтады, фи джаннатин алия, олар биік жәннаттарда болады. Жәннат пен жәннаттың арасы сондай 500 жылдық жол, өте биік жәннаттарда болады. Ол жәннатты суреттеп шығу мүмкін емес. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жәннаттың бүкіл жақсылығын суреттей алмағандығынан, ол пайғамбардан Аллахтан жеткен хабар бойынша айтты. Ол өздігінен ештеңе айтушы емес. Онда адамның көзі көрмеген, құлағы естімеген, адам ойына келмеген рахат дүниелер бар деді. Фи джаннатин алия ла тасмау фиха лагия, жәннатта бос сөз жоқ деді. Мына дүние неге қиын болады, білесіздер ма? Мына дүниедегі көп проблема, адам баласындағы 90%-ке жуық проблема сөз, әңгіме, қайбат, өсек, жала, қызғаныш, өтірік. Осының бәрі өмірді бытшын шығарып жатыр да. Біреудің семьясын бұзып жатыр. Мұсылмандардың арасына іріткі кіргізіп жатыр. Татулықты бұзып жатыр. Әке-шеше мен баланы бір-бірін жеп көргізіп жатыр. Ағайындарды ажыратып жатыр. Осы сөз соның бәрін. Тау мен тасты жел бұзады, адам мен адамды сөз бұзады дейді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи хадисінде айтты: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир", кім Аллаға ақырет күніне сенсе, фалияқул хайран, мына аузынан жақсы сөз ғана шықсын, ау лиясмут, болмаса сөйлемесін. Жәннаттың және бір жақсы болатын жері, онда өтірік те жоқ, өсек те жоқ, жала да жоқ, ғайбат та жоқ,
хасат та жоқ, бос сөз де жоқ. Онда тастай салатын керексіз деген сөз жоқ, даналыққа толы сөздер. Саған біреу сөз айтса, міндетті түрде ол сөзден жаның рахаттанып кетеді да. Әйелің жәннатта саған, мен сені жақсы көрем деген кезде, ол сөздің шынайылығы сондай болып аузынан шығады, жүректен шыққан сөз жүрекке жеткізсеңіз, сол кезде сен оның сөзін айтқан сөзіне, оның сені шын жақсы көретініне мүлтіксіз сеніп жүрегің сондай рахаттанады да, күдіксіз. Сондай бір сөздер сенің достарың зиярат етеді, басқаны зиярат етесің. Пайғамбарды көреді, бір Аллах көруін нәсіп етсін жәннатта. Пайғамбардың аузынан сөздер естиді да. Бұяқта пайғамбарды қазір тек хадисін естіп жатырмыз ғой. Бірақ та жәннатқа кіріп, пайғамбарға біреу келіп, ассаламу алейкум я Расулаллах дейді. Пайғамбар оған ва алейкумуссаламу рахматуллахи ва баракатух деп айтылады. Сондай бір керемет Аллахтан хабарлар жеріп отырады да. Періштелер айтады, саламун алейкум бима сабартум. Аллахтан сендерге сәлем сөздері болсын. Дүниеде жасаған сабырлықтарың үшін дейді. Мына дүниеде сабырлықпен ғана өте аламыз. Ең негізгі мәселе сабырлық, бауырлар. Үлкен сөзге сабырлық керек. Құлшылыққа сабырлық керек. Күнәдан қашуға сабырлық керек. Бұның бәріне сабырлық керек. Сол үшін Аллах Тағаланың періштелері жәннатқа кіргендерге, сендерге Аллахтан сәлем сөздер болсын, дүниеде істеген сабырлықтар үшін дейді екен. Фиха айнун жария. Жәннатта бұлақтар бар, өзендер бар, ағып жатқан бұлақтар бар, неше түрлі. Масалул жаннатиллати уидал муттақун. Құдайдан қорыққандарға деп сипатталады жәннат. Құдайдан қорықталған жәннаттың мысалы дейді. Масалул жаннатиллати уидал муттақун фиха анхарум мин маин гайри асин. Сулар бар, еш уақытта бұзылмайтын. Шөлдесең болды, қайт, бір ішсең болды, қайтып шөлдемейсің. Мынада біз суды ішеміз, тек қана рахаттану үшін емес, шөлімізді қандыру үшін. Ал жәннаттағы ішу жеу тек қана рахаттану үшін. Жәннатқа Аллах нәсіп етіп Аллахтан сұраймыз кіргізуді. Иншалла Аллах бізді де, әке шешемізді де, бала шағамыз да намаз оқитындардан қылып жәннатқа кіруді нәсіп етсін. Аллахтан шын сұраймыз соны. Әлбетте осындай Құдайдың сөз айтылатын жерде, дұға қабыл болатын жерде оны көбірек айтқымыз да келеді. Мұны сұраймыз Аллахтан, әкеше, туған, туысқан, өзіміздің жақсы көретін достарымыз бен әйел, бала шағам жәннатқа кірген кезде, онда бір рет су ішкеннен кейін болды, сен шөлдемейсің. Келесі рет су ішесің рахаттану үшін. Келесі рет тамақ жейсің, қарның ашпайды, бір рет жейсің. Келесі рет тамақ жейсің рахаттану үшін, ләззаттану үшін. Онда өзендер болады, миммаин гайри асин, ешбір дәмі бұзылмайтын өзендер болады. Және де сүттен мин лабанин лама ятағайяр таъмуху, дәмі еш уақыт өзгермейтін, ашмайтын сүттің өзендері болады. Онда шараптың өзендері болады. Онда балдың өзендері болады. Не бір өзендер онда болады? Фиха сурурум марфуа, онда төсектер болады, үлкен төсеніш болады. Өте үлкен төсеніш болады. Сурур деген арабында сарир, төсектің көпше түрі. Төсектер болады, марфуа биік дейді, көтерілетін биік дейді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи хадисінде осы түсіндірген ол төсектерді. Сондай биік безендірілген керемет төсек болады. Сол төсекке өте биік болады. Сол жаңағы төсекке егесі мінеді, мінген кезде төсек көтеріледі екен биікке. Сондай биікке көтеріледі дейді. Саған Аллах Тағаланың жәннатта берген жайының бәрін көруге мүмкіндік беріледі. Ал жәннатқа бір адамға берілетін нәрсе, жер шарынан үлкен. Не мынаяқтан бір адам келеді да, 1000 гектар жері бап, шіреніп жүреді да, ешкімді менсінбей кетеді. Құрт тас пен топырақтан жүретін жерден. Ал маржаннан, алтыннан болған жәннат көзін жетін, соны саған Аллахтан мінгізіп қойып, төсекпенен жәннатыңды көрсетеді да, саған берілген нәрсені жүресің. Биік төсектер болады. Көтеріңкі. Ва акуабу маудуа. Және онда ыдыстар болады. Акуаб деген арабында куб деген сөздің көпше түрі. Ол бізде акуаб деген сондай ыдыс. Оның ұстайтын тұтқасы жоқ ыдысты арабтар куб деп атайды. Ана ұстайтын тұтқасы бар ыдысты ибрих деп атайды. Біз оны құман дейміз, болмаса құмыра деп атармыз. Яғни ұстайтын ыдыстың құлағы жоқ ыдыстар болады. Яғни ояқта ыдыстардың өзі түрлі-түрлі болады да. Қазіргі кезінде дастарханда ыдыс қою деген оның өзі бір мақтанкешілікке айналып бара жатыр ғой.